Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Бекзат. Мен бүгін сіздерге пайдалы осындай қияр мен қызанақтың жабылу жолымен бөлісетін боламын рецептісімен. Мен бұл банкіні жылда жабамын, ешқандай да атылмайды. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мінекей осылай барлық огурцымызды мұздай суға салып 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Және де помидорды да, қызанақты да осылай жуып тазартып аламыз. Барлық заттың барлығын мен осы жерге дайындап қойдым. Мінекей укроп, тәтті бұрыш, ащы бұрыш, сарымсақ, яғни чеснок, перец, уксус, тұз, қант. Осы жерге лавр жапырағы барлығын дайындап алдым. Енді осы банкымызды стерильдеп аламыз. Және де ыстық суымызды қайнатып дайындап қоямыз. Енді осы қиярымыздың екі ұшын осылай пышақтың көмегімен барлығын кесіп алып тастаймыз. Алдын ала осылай кесіп дайындап алсаңыздар, өздеріңізге банкіге шетіне салуға оңай болады. Мен барлығын осылай дайындап алдым. Ендігі кезекте дайын банкіге, яғни осы ең алдымен укропты саламыз. Укроптың осындай бірнеше бөлшегін салып, астына чеснок 3 немесе 4, одан кейін лавр жапырағын, ащы бұрышымызды, одан кейін қиярымызды осылай әдемілеп орналастырамыз. Барлығын тығыздап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тігіне немесе жатқыза отыра сала отырып, осылай банкіні толтырамыз. Одан кейін помидорды саламыз. Мен банкіні толтыру үшін осылай тығыздап барлығын саламын. Негізі қияр мен помидордың ұсақ болғаны жақсы. Осындай банкіге өте сыйымды болып табылады. Енді мен бұл жерде тәтті бұрышты салуға ұмытып бара жатырмын. Қайтадан алып, тәтті бұрышымызды салып, одан кейін бетіне осылай помидорды салып, әдемілікке осындай укроптан да қосып жіберуге болады бетіне. Енді бұл жерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша капуста, морковь қосып салуға болады. Енді мен мына жерде қара бұрышты салдым және де ыстық суды үстіне құйдым. Мінекей осылай ыстық су қайнаған, яғни қайнаған суымызды осылай құйып, бетін жауып қоямын. 20 минутқа қойып қоямын. Енді дәл осылай келесі банкінді салып шығамын. Мінекей менде жаңағы қияр мен қызанақтан 3 банкі шықты. Енді осы банкідегі сулар 20 минут тұрды. Қайнаған су құйдым ғой үшеуіне. 20 минуттан кейін осылай ыдысымызға құйып аламыз. Содан кейін тағы да басқа қайнап тұрған суды жаңалап, осы 3 банкінің үстіне қазір құятын боламын. Ең алдымен әрине тұзын, қантын барлығын өлшеп саламын. Мен негізі 2 литрге 1,5-2 қасықтай тұз, 1 қасық, 1,5 қасықтай тұз салдым. Екінші банкіге де дәл солай. Үшінші банкіге де дәл солай саламын. Одан кейін, тұздан кейін қант қосамын, яғни сахар. Енді осының үстіне 2 қасықты толтырып қант қосамын. Енді осының үстіне кішкентай шай қасықты, яғни толтырмай, міне көріп тұрсыздар видеода, толтырмай
крышкасіне осылай айналдырып құямын да. Одан кейін жаңалап қайнап тұрған суды осылай үстіне құйып банкымызды жабатын боламыз. Келесінде дәл осылай жасадым, крышкасын жаптым, және де үшінші банкімізге де қайнап тұрған суды құйып, осылай крышкасын жаптым. Уксусты көп қоспаймын, кейде қоспаймын. Уксусты қоссам да осылай крышкасын ғана шайып, осылай құямын. Одан кейін мінекей банка жапқыштың көмегімен айналдыра отыра банкымызды 2-3 қайтара ауа кетіп қалмайтындай қылып, жақсылап жауып шығамын. Одан кейін тексереміз. Тағы да мінекей екінші қайтара тағы да айналдырып шығып жатырмын. Кейін қарай және де осылай бұрап тұрып аламыз. Мінекей достар, енді осыны тексереміз. Ешқандай су ағып тұрмағанын қараймыз, сүртеміз, құрғақ қылып. Одан кейін екінші банкымды да дәл осылай банка жапқыштың көмегімен 2-3 қайтара айналдыра отыра жауып шығамын. Осымен біздің ассорти қияр мен помидордан жасалған банкымыз қысқа дайын болды. Негізі қиярға қызанақ, яғни помидор қосып жапсаңыздар, ешқандай да атылмайды. Мінекей достар, 3 банка менде дайын болды. Бірінші суын мен қазір төгіп тастаймын. Екінші суда уже банканы жаптым. Осылай әдемі болып 3 банка солений болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнап жатса, сіздермен болған Бекзат. Менің каналымда бұдан да басқа қиярдың өзі жабылған қыстық салаттар және де варенье, түрлі тәтті ыстық тағамдардың түрлері бар. Сондықтан арнамнан алыстамай келесі видеоны да қарап шықсаңыздар болады. Және де пайдалы болса, өздеріңіздің тума-туыстарыңызға, достарыңызға осы видеомен бөліссеңіздер болады. Сіздерге рахмет.